Сәлем достар, бүгін мен өзімнің бөлмемді сіздерге таныстырамын. Ең бірінші мен өзімнің құрал саймандарымды көрсетейін. Менде осындай қолыма тағатыным бар, Криштиану Роналду деген. Оны мен досымның туған күніне барған кезде маған чегін сыйлаған. Ол доп алғанда осындай шыққан, екеуі шыққан, біреуін өзіне алып, біреуін маған берді. Ал мен капельнигімді көрсетейін. Мінекей менің капельнигім. Мына жерде капельнигімде барлығын санап шықтым. Менде барлығы 198 мың теңге. Енді мынау менің свечам. Ұйықтайтын кезде осы бөлмеге ұйықтайтын болсам, свечаны жағамын. Мына жерге басын, сосын мына жерге тығамыз да, мына цветтерін өзгертеміз және жағылады. Менің мынандай өзімнің сағатым бар. Оның зарядкасы менің досымда. Бұлай өзі жақсы жасайды. Мына коробканың ішінде менің асықтарым. Ішінде міне. Ішінде 160 па, 160 бірдеңе асық бар. Мынандай үлкен асықтар, мынандай күшті асықтар бар. Асықтар, міне қызыл асық. Осының алтынға боялған асығым бар. Онда бар болса көрсетемін. Менің алтын асықтарым бар, олар міне мынау керемет сапасы. Ал мына асығым вообще күшті асық. Міне мына жерлерінде фиолетовый күшті иісі екі асығым бар. Мына жерде менің бөлмемде площадка бар. Ол жерде Хадижа, Дарья, солар ойнайды. Менде екі домбырам бар. Бірі мынау 50 мың тұрады, мынау 145 мың тұрады. Ол домбыраның айырмашылықтары, мына домбыраның дауысы керемет шығады, ал 50 мың теңгенің домбырасының дауысы андай чуть-чуть жеңішкелеу андай дауысы деп тұратын да. Ал мынаның дауысы керемет шығады, 145 мың теңге. Енді ашып көрсетемін. Бірінші 145 мың теңгеліктен бастайық. Міне 145 мың теңгелігім. Қазір екеуінің айырмашылықтарын көрсетейін енді. Мынау бізде 50 мың теңгенің домбырасы. Бұны біздер Аққалам ауданынан алдық. Мінекей. Ал менің мына бірінші домбырам. Екеуінің айырмашылықтары, мына құлақтарын қараңыздар. Мынаның құлағы, мына жақтары басқа, ал мынанікі басқа. Мынаның ағашы өзгеше, мынаның ағашы басқа. Дауыстарының айырмашылықтары қазір көрсетейін. Мына домбыраның дауысында абай тартып қоймын. Мына домбыраның құлағы кетіп кетіп, ал мына домбырадан достар, менен болғандарыңызға рахмет көп. Енді сау болыңыздар, лайк, комментарий, подписаться басып кетейік.